Адамның басы алаңдауы бір жыл басыма түсіп, бір үлкен қызметтегі адамның алдына бардым. Соның мән жайды айтып, жағдайды түсіндірдім осылай аға деп. Сол енді қолынан келгенше көмектесті ол кісі. Содан айттым енді, менде не бар? Мал бар аға. Бір бас соғымға мал берейін деп. Содан кейін ол кісі айтты, жоқ, малға жетмес, мал өзінде де жетеді. Мендегі Бесқарай ауданында, Семей жақта жылқым бар деді, 600-ден астам. Енді ішім сезіп жүр. Сол жылқының ішінде бір 10 бастай мал жетпейді ғой деймін дейді. Сол сонымен айтты, енді мен саған көмектестім, енді күз болады. Күзгі мал қыстауға жақындаған кезде сен барып сол малын санап берші. Анық-қанығын. Қанша тай, қанша құлын бар ішінде. Қанша байтал, қанша бие, айғыр қанша, аты қанша, соны нақтылап түгендеп бер деп. Бұл жаз мезгілінде болған оқиға еді. Сөйтіп жаз өтіп күз болып, қараша айында мен ағамның несіне бардым. Қыстауына. Ағам хабарласқан оның алдында. Сол міне мал келді. Кеп санап кет деп. Соң мен таксиға отырып Өскеменге жетіп, Өскеменнен Семейге жетіп, Семейден кісілер күтіп алып, сол несіне бардым, қыстауына, ағамның қызметтегі. Сол қыстауда түнеп, таңертеңде мал санай бастадық. Мал санағанда бір үйірден, екі үйірден әкеп отырды қораға кіргізіп. Енді мен тай қанша, бие қанша, айғыр қанша, ат қанша бәрін санап отырмын үйірді. Содан кейін шамамен 300-ден асып 340-қа таяған кезде жылқы. Бірінші әкелген жылқыны қайттан екінші рет санаққа кіргізіп жатыр енді. Жастайымызда мал соңында жүрген адамбыз. Бірден сездім жылқыны екінші қайтара санаққа кіргізіп жатқан. Алайда міз бақпадым.